естуші мемлекет қағидатына қатысты қандай жақсы өзгерістер бар, соны біз тыңдарманға сіздердің сөздеріңізбен жеткізсек дейміз. Ал енді тақырыпты талқылайық. Жалпы мына онлайн петиция деп жатырмыз ғой, Жұлдыз ханым. Осы өзге елдердің тәжірибесінде қаншалықты бар? Біз енді бұл платформаға енді қосылып жатырмыз ғой. Барлық дамыған мемлекеттерде бұл петиция институты құрылған. Кейбір мемлекеттерде бұның 50 жылдық тарихы бар, кейбір мемлекетте 30 жылдық тарихы бар. Америка Құрама Штаттары, Скандинавия мемлекеттері, Евроодақтың бүгінгі жетекші экономикасының локомотиві саналатын Германия мемлекетінде де петиция институты енгізілген. Бұл жалпы қоғам мен биліктің арасындағы өзара туындайтын мәселелерді саяси диалог негізінде шешуге арналған нақты құрал. Бізде соңғы 2-3 жылда әртүрлі петицияларды көріп жатамыз, бірақ дегенмен олар регламенттелуі мәселесі бойынша қаралуы, дауыс жинау мәселесі, сұрақтардың тақырыбы мәселесі, оның бәрі реттелмеген болатын. Сондықтан да қоғамдық бақылау туралы және кейбір Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне қоғамдық бақылау мәселелері жөніндегі толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы заңында бұл мәселелер реттелді. Өзіңізде осы заң жобасы алғаш жұмыс тобына түскеннен бері бастамашы топтың құрамындасыз. Жоқ, бұл үкіметпен дайындалған. 2021 жылы өздеріңізге белгілі мемлекет басшысының жолдауы болды. Аталған жолдауда осы қоғамдық бақылау механизмдерін реттеуге қатысты нақты тапсырма берілді. Сондықтан үкімет бұл заңды өздері әзірледі. Бірақ бұл заң бізге келіп, бізден Сенатқа қарай жолданған кезде ол мүлдем өзгерді. Яғни, менен 7 шақырымдағы депутат ретінде жұмыс тобының жетекшісі болдым. Үлкен концептуалды, мемлекетімізде қордаланған түйткілді мәселелерді жүйелі шешудің нормалары сол үлкен бір депутаттық корпустың күресімен үкіметпен кейде диалогқа келудің арқасында жүйелі негізде шешімін тапты. Сондықтан да мен оны атап айтып келеді. Бірінші қоғамдық бақылауға келетін болсақ, жалпы қоғамдық бақылау бұл 18 жасқа толған, соттылығы жоқ, оның ішінде сыбайлас жемқорлықпен соттылығы жоқ. Сонымен қатар психологиялық, наркологиялық ешқандай есепте жоқ азамат. Экстремистік қатысы жоқ. Сондай азамат қоғамдық бақылау енгізудің субъектісі болып табылады. Бұған басқа жалпы үкіметтік емес ұйымдардың мүшелері де қоғамдық бақылаудың субъектісі болып табылады. Қоғамдық бақылаудың субъектісі дегеніміз жалпы қоғамдық бақылауды жүргізетін адамдар. Азаматтар, ұйымдар бақылайтын. Енді үкіметтік емес ұйымдарда да нақты реттелген тетік бар. Ол шетелден қаржыландырылмау керек, Қазақстанда құрылуы керек. Осы екі мәселе. Қоғамдық бақылаудың объектісі, яғни қоғам барып бақылай алатын объектілер, олар үшке бөлінеді. Бұл бірінші мемлекеттік орталық органдар және жергілікті атқарушы билік органдары, министрліктер мен әкімдіктер, сонымен қатар квази мемлекеттік сектор субъектілері, бұл 500-ден астам, оның ішінде самұрық әл-ауқат қоры бар, самұрық қазына, тағы да Бәйтерек, бұдан кейін дербес білім беру ұйымдары, Назарбаев зияткерлік мектептері, Назарбаев университеті. Сонымен қатар мемлекеттік органдардың қызметін атқаратын мемлекеттік мекемелер. Олардың да кәдімгі тізімдегі сандар бар. Яғни бүгінгі таңда аудандық, облыстық, республикалық деңгейдегі бюджеттен бастап әлеуметтік объектілер, тағы да басқа жол құрылысы, басқа дүниенің бәріне халық өзінің қоғамдық бақылауын енгізе алады. Енді қоғамдық бақылау бұл қалай жүзеге асырылады? Бәрімізде сол сұрақ. Бұл 3 формада жүзеге асырылады. Біреуі қоғамдық сараптама, екіншісі қоғамдық мониторинг, үшіншісі қоғамдық тыңдау. Заң нормаларында жалпы осы 3 форма қалай жүзеге асырылады? Ең біріншісі қай уақытта болу керек деген дүниенің бәрі реттелді. Біз кез келген әкімдікке барғылары келсе, мысалы қоғамдық бақылаудың субъектілері, олар жалпы қоғамдық тыңдау өткізуі мүмкін сұрақтарға байланысты. Немесе мысалы самұрық қазына әл-ауқат қорына қарасты самұрық қазына констракшн қазіргі таңда жайлы мектепті соғып жатыр ғой. Сол жерге барып қоғамдық мониторинг өткізуге болады. Яғни бұның барлығы заңда тетіктері белгіленді. Енді мысалға біз енді қоғамдық бақылау және онлайн петиция туралы айтып отырмыз ғой. Енді бірінші осы қоғамдық бақылаудың әрі қарай тарқатып алайықшы. Зұлпықараға өзіңіз білесіз, мынау қоғамдық тыңдау, ол қазір әкімдіктер, мемлекеттік органдардың тәжірибесінде кеңінен қолданылады.
белгілі бір мысалға қалада белгілі бір жерде абаттандыру, көгалдандыру болатын болса да, сол жердегі сол ауданның тұрғындарынан бірінші қоғамдық тыңдау өткізіп, кімнің пікірі қандай, кім қайсыған басымдық беріп отыр, осының пікірін тыңдау біздің жақсы бір дәстүрге айналып келе жатыр ғой. Соның пікірін ескеру жағынан, енді қоғамдық мониторинг пен сараптама қалай жүргізіледі, және мысалға сараптама дейміз, сараптаманы жүргізу үшін көп қаржы қажет етіледі негізі. Белгілі бір сараптаманы арнайы мамандар болсын, ұйымдарға тапсырыс беру арқылы. Енді бұл сұрақты мен жаңа эфирге дейін Сайра Айтенқызымен де талқыладық, себебі қоғамдық бақылау туралы заңның 14-ші бабында, Сайра Айтенқызы? Қоғамдық осы заңның 14-ші бабында жазылған осы заңды қоғамдық бақылау өзінің қаражатына субъектісі, қоғамдық бақылаудың субъектісі өзінің қаражатына жүргізу керек деп. Енді менің ойымша қоғамдық бақылаудың субъектісі ол жеке азамат болуы мүмкін. Осы қаржыны қайдан алу керек деген сұрақ туындап тұр. Себебі ол үкіметтің қаржысынан алынбау керек. Ол белгілі бір азаматтық институт болады ма, немесе үкімет емес ұйымдар болады ма, жоқ басқа да мүмкін гранттар болуы мүмкін. Ол қалай екен? Себебі мен өзім жұмыс барысында кездесуім бойынша қоғамдық кеңесте 2 жыл болды. Жұмыс атқарып жатқаныма қоғамдық сараптама жасау үшін талқылау мен мониторинг ол тегін, ал сараптама жасау үшін белгілі бір қаражат керек. Мысалы, зертхананы шақыру үшін сол кезде осы қаражатты қайдан алу керек деген сұрақ. Бүгін міне тіпті жақсы болды. Жұлдыз ханым осы заңның айналасында жұмыс істеген. Мысалы, жолдың сапасын тексереміз дейді. Жолдың сапасын, мынау салынып жатқан құрылыс сапаларын тексеру үшін, мысалы, біз былтыр мынандай жағдайға кез болдық. Жол сапасын көзімізбен көріп тұрмыз, дұрыс емес екенін, бірақ та оны бізге құрылыс салып жатқан подрядчик, сіздер оны қалай бізге айтасыздар, қолдарыңызда тексеріс нәтижесі жоқ деген жағдайға дейін жеттік. Ал әкімшілікке жүгінсек, ол біз сіздерге қаржы бөле алмаймыз, өздеріңіз қаражат тауып экспертиза жасаңыздар деген сәттер болды. Бұл жерде мысалға осыған әдейі мүдделер қатысып кетуі мүмкін емес пе? Мысалға жекелеген азаматтың осы тексергісі келетінін білетті, кейбір топтар осыған қаржы құю арқылы шат-шәлекейін шығару мүмкін. Сондықтан да осы әңгіменің басын ашып алу дұрыс сияқылды. Себебі белгілі бір топтар бір мәселені көтеріп, мысалы, әлгі компанияны алып тастау үшін, немесе басқа компанияны қосу үшін қаржыландыру мүмкін. Сондықтан да осыны кім қаржыландырады, бетін ашып алу керек сияқылды. Жоқ, кім қаржыландырылады? Негізі бұл тәуелсіз болу керек. Сіз белгілі бір объектіге барып қоғамдық бақылау жүргізгіңіз келеді. Егер сізге мемлекет қаражат бөлетін болса, немесе басқа бір мүдделі топ қаражат бөлетін болса, онда бұл жерде жалпы мүдденің қақтығысы пайда болады. Біріншіден, заңды ашып оқыған кезде бір мәселе бар. Экспертизаны өткізу үшін міндетті түрде осы саланың PhD докторлары, осы саланың ғылыми дәрежесі бар азаматтар қатыстырылады. Бұл нені көрсетеді? Бұл сол саланың шын мәнінде сарапшы маманына талаптың кәдімгі бар екендігін көрсетеді. Екінші мәселе, ол белгілі бір ортақ топ болуы мүмкін. Мысалы, біз осы үшеуміз барып Қосшы қаласындағы белгілі бір объектіге, жаңа Дара мектебіне қоғамдық бақылау жүргізуіміз мүмкін. Оған экспертиза жасауымыз мүмкін. Егер ол мектептегі балаға буллинг жасалған мәселе болатын болса, онда біз экспертизаға қатысты өзіміз сараптайтын болсақ, онда қаражат үшеуміздің жеке тұлға ретіндегі қаражаты қолданылуы мүмкін. Бұл жердегі мәселе мемлекеттен бұған қаржы қарастырылмайды. Өйткені бұған қарастырылатын қаржы мәселесі біріншіден ол бюджетте жоқ. Екінші мәселе, бұл жеке адамдардың қарастырылатын қаражаты. Не себепті? Ол қаражат эксперттерге төленетін қаражат, эксперттердің білім деңгейіне, эксперттердің экспертиза беруіне қарастырылатын қаражат. Сондықтан да бұл жерде біріншіден мүдденің қақтығысына жол берілмеу, нақты талаптар регламенттелген. Үшінші мәселе, бұл жерде тәуелсіз пікірлердің болуы да қарастырылған. Егер қандай да бір басқа топ, қандай да бір басқа азаматтар қаржы құятын болса, онда сіз айтқандай мүдденің қақтығысына жол беріледі. Сондықтан да бұл жерде объективті. Бірақ бұл сараптамаға дейін мониторинг деген дүние бар. Оған дейін жолданатын уәжді жауапқа дейінгі дәлелді хат алмасулар бар. Оған дейінгі кездесулер бар. Сіз бірден ала салып, мен сараптамаға барам деп айта алмаймыз. Өйткені оған дейінгі өзінің нақты процедуралары бар.
Бізде қит етсе қаржы қайдан шығады, қаржы қалай болады? Біз заң жобасы үкімет келіп осыны талқылаған кезде де көптеген қоғамдық ұйымдардың басшыларымен кездестік, қоғамдық кеңестің азаматтармен талқыладық заңның жобасын. Бұл бір мәселе, қаржының тәуелсіздігі және мүдденің қақтығыстарына жол берілмеу. Енді жаңа Сайра ханымның айтып отырған, Зұлыпқараға. Бұл жерде микрофонға жақынырақ отырсаңыз. Сайра ханымның сөзінің жаны бар, неге дегенде кез келген жақсы жүріп жатқан нәрсенің өзін кейде біз соны мүлде басқа арнаға бұрып кетуге болады. Бұл қаржы мәселесінде. Сол оны сараптаманы кім жүргізеді дегенге сіздің сөзіңізге қосайын, тағы да Жұлдыз ханым. Сол жерде былай деген жазу бар. Осы салада кемінде 2 жыл жұмыс істеген азаматтар дейді. Оларды тарту, бәрі белгіленген. Бірақ бұл жерде осындай үлкен, оны орысша риск дейді, қазақша осындай бір тәуекел бар. Шынында да, егер сол мектеп салынып жатыр, сол жерге бар бір топтар, егер соның жұмысай кедергісі келтірем дейтін болса, ол жаңағындай әртүрлі топтар тарту мүмкін, оған ақшасын да құяды, бәрін де құяды. Бұл жерде осындай кішкентай бір Сайра ханым сөзінің жаны бар, бұл жерде осындай кішкентай тәуекел бар. Мен онымен келіспеймін. Ешқандай ол нәрсенің жаны бар деп не істеудің қажеті жоқ. Біріншіден, бұл жерде мониторинг мәселесі бар. Сіз мектеп мәселесін айтатын болсаңыз, құрылысқа қоғамдық мониторинг жүргізу. Оның нақты регламенттелген талаптары бар. Қоғамдық сараптама бұл экологиялық кодекста қарастырылатын мәселе. Сонымен қатар біздің жер қойнауын пайдалануға қатысты қарастырылатын мәселе. Жол салуде, сол мәселелер. Бірақ бұл жерде кәдімгі 6 ай, мысалы заң жобасы қазір қол қойылғанымен 6 айдан кейін ғана енгізіледі. Бұл мәселелер жаңа сіз айтып отырған риск тәуекелдерді құзыретті орталық орган, бұл мәдениет және ақпарат министрлігі, сол министрліктің комитеті қазір заңға негізделген подзаконный акттар жасайды. Соның аясында бұны қарастырады. Өйткені бұл жерде әрбір саланың ерекшелігі бар, сонымен қатар әрбір әкімдіктің ерекшелігі бар, ол подзаконный актта реттеледі. Енді Сайра ханым айтып отырған жол мәселесі, жол сапасы салынған ба, сонда ол жерде сіздер бақылау жүргізген кезде? Ол жол оған дейін кімнің қаржысына салынған негізі? Мемлекеттің қаржысына? Қазір мен алыстан бастап кетейін. Енді осы заңның қайдан шыққанын, қай уақытта осы сұраныс пайда болғанын еске алсақ, ел басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы 20 жылы 1 қыркүйекте жайлы Қазақстан іс-қимылдың кезеңі деген халыққа жолдауында сол кезде айтқан болатын. Жаңа жағдайда Қазақстан. Осы мемлекет органдары квази мемлекеттік сектор халық алдында ашық және есепті болу үшін біз осы заңды қоғамдық бақылау заңын қабылдауымыз деп. Осы заң енді қабылданды 2 қараша күні және де қызу талқыланып жатыр. Талқыланудың барысында бірнеше сұрақтар расында да бар. Осы сұрақтарды қазір біз айтып қалмасақ 6 айдан кейін кеш болады. Кеш болмаса да осы сұраққа қайта қайталануымыз мүмкін. Сондықтан да осы бүгінгі эфир үшін риза болып отырмын. Тіпті де енді жаңа сұрап жатырсыздар. Расында да Қосшы қаласы енді ең жаңа жас қала болғандықтан өте күрделі мәселелер шешіліп жатыр. Ол біріншіден басқа ауданнан қалаға берілу статусы, оны бөлу мысалы мәселелері болды. Оның ішінде жаңағы подрядчиктердің ауысуы болды деген сияқты. Сол мезетте жол мәселесі көтерілді. Сол көтерілген кезде біз әкімшілік тарапынан салып жатқан жол құрылысын салып жатқан құрылысшылар тарапынан мынандай сұрақтар туынды. Біз жолдың некачественный, сапасыз екенін айтқан кезде ол компанияның бізге оны сіз көрсетіп беріңіздер. Дәлелдеп беріңіздер. Бізге зертханадан кімнің қаржысына салынған оған дейін? Ол әкімшіліктің қаржысы. Бірақ әкімшілік оған ақша бөлмейді. Ал қоғамдық келісім, мысалы мониторинг жасаса, оған біз дәлелдеме қағаз алып келуіміз керек экспертизадан. Сондықтан да осы экспертиза мәселесінде көптеген әңгіме болды. Біз қайдан қаржы аламыз? Ол міне сіз айтып отырған сияқты мектепті бақылау болса, ол оңай жұмыс. Ал жолдың зерттеу, зертхананың
қағазын алу ол өте қымбат ақша. Сондықтан да жаңағы менің айтып отырғаным осы құрылыс саласында, басқа жолда біз ол қаражатты қалай шешуіміз керек деген сұрақ туындап отыр. Бұл жерде мысалға тек жолды айтпай ақ қой, мысалға бір кешегі Талдыкөл мәселесі, ол экологиялық оған да зертхана шақыру үшін ақша керек. Енді міне кешегі қол қойылған заңның 14-ші бабын сөзбе-сөз оқып берейінші. Қоғамдық бақылауды жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа алып келеді делінген. Сондай-ақ міне мына жерде субъектілерінің қоғамдық бақылау субъектілерінің қаражаты, яғни жекелеген азаматтардың қаражаты, сондай-ақ заңнамада тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен жүзеге асырылады дейді. Егер біз заңда тыйым салынбаған қаржы көздерін тарта алатын болсақ, онда жаңа Жұлдыз ханым айтып отырған мүдде қақтығысын алып келмей ме? Сонда бір-біріне қарама қайшы ма бұл жерде? Әрине. Енді осы заңның көлемінде біз айтып жатырмыз ғой, әрбір жеке адам мемлекеттік іске қатыса алады, мемлекеттік басқаруға қарсы сұрақ туады осы жерде. Егер барлық азамат сараптаманың мәселесін егер қаржы көздерін шешіп беретін болсақ, онда әрбір азамат әр нәрсеге сараптамаға жүгіре бермей ма? Біз онда мемлекеттік органдардың жұмысын ақсатып алмаймыз ба? Ең бірінші мәселе, бұл заң кіріп және заң сенатқа жолданардың алдында бұндай тәуекелдерге байланысты қоғамдық кеңес тарапынан, оның ішінде әкімдіктер тарапынан қарсылықтар болды. Осындай тәуекелдер бар, осындай тәуекелдер болған кезде жұмыс жүрмейді, әкімдіктердің шаруасы ақсайды. Бүгінгі таңда біздің көріп отырғанымыз қандай? Мен мәжілістің депутаты ретінде өңірлерге барып халықпен кездескен кезде шешімін табуы қажет мәселенің 70% бұл жергілікті әкімдіктің сұрағы, жергілікті маслихаттың сұрағы. Тіпті кейбір сұрақты облыс деңгейіне көтерудің де қажеті жоқ. Бюджетке қатысты, мысалы қазір біздер әкімдерді сайладық қой, ауылдың әкімдерін сайладық. Ауылдың жаңа аудан статусына жетпеген де үлкен қалаларымыз бар. Кейде олар ауыл есебінде, мысалы сол жерде де әкімдер сайланған. Қазіргі таңда мен сұрайын барған сайын, не өзгеріп жатыр? Сіздер жаңа Қазақстанның сипатын көріп жатсыздар ма? Кейбір үлкен залдардағы кездесулерде азаматтар басын шайқайды. Сосын мен айтам, қалай? Мен келе жатқан кезде естідім, осы қаланың әкімін сіздер өздеріңіз сайлапсыздар. Яғни сіздер әкім болу құзыретті аяқтарыңызбен барып, сайлау арқылы осы азаматты әкімдері, енді біз аудан әкімдерін сайлаймыз. Сол кезде біздің халықтың ендігі жүйесі, мысалы ол әкімді сайлады ғой, әкімнің бюджетін қараған кезде қанша қаражаттың жолға кеткендігін көріп жатады. Мысалы мен өзімнің туып өскен ауылымды айтайын, Шалқар ауданы Бершүгір станциясы, Ақтөбе облысы. Бізде қиыршық тас өндіретін завод бар. Ол заводтың қанша қиыршық тасы өндіріліп, қанша экономикаға пайда түйіп, және біздің облыстың салығына қанша қаражат кеткендігін бүгінгі таңда халық білмейді. Бірақ осы заң арқылы, осы әкімдікпен тікелей жұмыс жасау арқылы жер қойнауын пайдаланушылардың жалпы тиімді жұмыс жасауын білет. 6 айдың ішінде қаржы министрлігі бар, ұлттық экономика министрлігі бар, сонымен қатар әділет министрлігі бар, ішкі істер министрлігі бар, және прокуратура бар. Барлығы бірлесіп енді подзаконный акт жасайды. Әрбір нормаға қатысты өздерінің ережелері болады. Сол ережеде бұлар көрініс табады. Өйткені сіздің қойып отырған сұрақтарыңыз бұл тек қана жол емес қой. Құрылысы бар, жолы бар, оқушы орнының тапшылығын шешудегі мәселелері бар, бюджеттің сан тарауы. Мен білетінім, экономикада 800 бағыт бар, үлкен макроэкономикада. Микроэкономиканы қоспағанда. Сондықтан да әрбір бағыттың өзінің ерекшелігі бар. Сәйкесінше ол бағыттар біздің ішкі ережемен реттелуі қажет. Сондықтан да 6 айдың ішінде бұл үкіметті шақырып, бәлкім тағы да қарастыруымыз қажет. Өйткені әділет министрлігінде белгіленетін өзінің қаулылары бар, сонымен қатар ережелер мен бұйрықтары бар. Бұл алдағы уақытта тағы талқыланады деп ойлаймын. Зұлпарға сізге бір сұрақ қойып жіберсем, мен жалғастырып жіберейінші. Бұл жерде мен келісем, өйткені заң қабылданды. Кез келген заң қабылданғанда соны жүзеге асыру механизмдер ол жаңағы нормативтік құқықтық актілер бойынша реттеледі. Жаңағы біз айтқан мәселелердің бәрі ол келешекте реттеледі. Бірақ мына заң керек. Біз осыны мәселені талқылап жатқанда біз мынадан бастау керек едік. Жалпы бұл заңның мақсат міндеттері қандай? Бұл заңның негізгі мақсаты қоғамдық бақылаудың Қазақстан мақсаты дейді. Қазақстан Республикасының азаматтарының мемлекеттік істерін басқаруға қатысуын қамтамасыз ету болып табылады. Бұл нені білдіреді тағы да? Бұл ең бірінші мақсаты халықты осы
күнделікті өмірдегі болып жатқан көптеген процестерге тарту. Шында да біз қазір айтып жатырмыз әділетті Қазақстан дейміз, ашық үкімет деп жатырмыз, дебюрократизация деп жатырмыз. Бұларды шында да қарасаңыз әлі күнге дейін кейбір жерлерде халықтың осы қазіргі жүріп жатқан саяси процестерге немқұрайды қарай бастады. Неге? Өйткені жаңағы халық бұл процестерге араласа алмай жатыр. Мына заң қабылдану арқылы осы мемлекеттік істерді басқаруға, халықты тартуға бұл бірден бір тетік. Одан кейін міндеттерін қараңыздар. Міндеті дегенде былай дейді: Қазақстан Республикасының азаматтарын қоғамдық бақылау процесін тарту. Шында да жаңа біз айтып отырған. Келесі жалпы ұлттық басымдылықтар шеңберінде орындалатын жобалардың сапалы іске асырылуын қамтамасыз ету. Міне осы жерде біз осыдан бастау керек едік. Осы мақсат міндеттерінде бұл заң неге бағытталған? Алдында қандай міндет тұр? Осының бәрі осының тақырып талқыланбас бұрын мен сіздерге осы заңның ашық үкімет, естуші үкімет деген мәселелерді мен айтып өттім. Сіз кішкене кешеңкіреп қалып келдіңіз, сосын түсінбей қалған шығарсыз. Енді жаңа экологияға қатысты бір нәрсе айтқым келеді. Мысалы, біздің жаңа өзімнің ауылым деп айттым ғой, қиыршықтас өндірілуіне байланысты жалпы экология бұзылған. Қазір жаздың күні шаң көтеріледі, ауылдың көп азаматтары аллергиялық жаңағыдай ауыратындығын бізге халық кездескен кезде айтты. Енді осы халық өзі қоғамдық бақылау жасап, жаңағы жердің қойнауын пайдаланушылардың экологияны қаншалықты бұзып жатыр. Экологиядан осы жер қойнауын пайдаланушы компаниялардың қаншама қаражаты сол өңірдің экономикалық әлеуметтік мәселесін дамытуға қарастырылып жатыр. Соның бәріне бұлар тетік алып отыр. Бұған дейін бұлар жабық болды. Тіпті салығы да келмейді. Салығы қайыққа кеткен өздері де білмейді. Өйткені олар сол жерде жерді пайдаланғанымен тіркелген салық төлейтіні басқа жерлерде. Бұл мәселе де ашық болды. Біз осы қоғамдық бақылау арқылы экологиялық кодекстің қай мәндеріне ұзақ бір өзгерістер енгізді, қағидаттарына, қай жаңа Талдыкөлді айттыңыз ғой, сонда алдағы уақытта сондай проблемалар туындаған кезде қалай шешуге болатындығы. Бұл үлкен ұзақ процесс болды. Мысалы, біз Самұрық Қазына әл-ауқат қорына жер қойнауын пайдаланушылардың 1%-ын ғылыми конструкциялық даму әлеуетіне жұмсаймыз деп айтқан болатын. Мемлекет басшысының тапсырмасы болды. Соған байланысты орталық құрылды. Бірақ әлі күнге дейін Самұрық Қазына әл-ауқат қорының өзінің қоғамдық кеңесі бар. Қоғамдық бақылау сол қоғамдық кеңес арқылы реттеледі деген норма бізге үкіметтен заң жұмысқа алынған кезде солай келді. 8 айлық мәжіліс депутаттарының күресінің арқасында біз нақты әл-ауқат қорына арнайы қоғамдық бақылауды енгізетіндігіміз, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын жобаларына, оның ішінде ғылым, оның ішінде қайырымдылық, оның ішінде жаңағы жайлы мектеп, сол жерге қоғамдық бақылау енгізетіндігімізді осы заңмен бекіттік. Яғни бұл нені көрсетеді? Жер қойнауын пайдалану, жер және оның бүкіл ресурсы халықтікі деп конституцияға белгіленгеннен кейін, бұл конституциялық реформадан кейін мүмкін болған жаңа нормалар болды. Енді Жұлдыз ханым, бізде мысалға тек қана аудан әкімдері Құдай қаласа болашақта сайланады. Жалпы мегаполистер бар, үлкен облыс орталықтары бар. Қалаға бір ауданға жаңадан құрылған бір мектеп керек болуы мүмкін. Болмаса жаңағы Сайра ханым айтқандай сапасыз құрылыс болуы мүмкін да. Енді бұл жерде жаңағындай қаражат мәселесі тағы да. Енді жаңа мектеп керек болатын болса, оған қаражат керек. Ол бюджетте қарастырылмаған деп мысалға әкімдік айта салады. Жаңағы өздеріңіз табыңыздар, өздеріңіз іздеңіздер деген сияқты. Бұл әкімдіктерді жергілікті атқарушы органдардың жауапкершіліктен бір босатуы болып қалмай ма бұл жерде? Қазір екінші заң жобасы үкіметке жолданды. Ол мысалы тұрғын үй алаптарын салмастан бұрын, сол тұрғын үй алаптарын салатын компания әкімдіктен жер алу үшін міндетті түрде сол тұрғын үйдің қасында әлеуметтік объектілер болу керек. Ол мектеп, ол балабақша, ол аурухана және ол ЦОН. Біз осы норманы енгізіп, қазір үкіметке жолдадық. Енді маслихат кез келген жауапты, мысалы қазір бізде человейник деп атайды ғой, 1000 адамдар тұрып жатқан үйлердің қасында. Енді қазір мысалы қала соншама өсіп кетті соңғы 2 жылда.
кейбір үйлер соншама кәдімгідей дамып кетті, оның қасында не бір мектеп жоқ, не бір балабақша жоқ, ол ертең дегенмен әлеуметтік дисбаланс қалып келеді. Мектеп мәселесі бойынша Астанада қазір мәселе әкімнің және президенттің тікелей бақылауында. 22 мектеп жайлы мектеппен салынып жатыр, одан бөлек тағы 20 мектепке қаражат қарастырылды, одан бөлек жеке меншік бизнеспен серіктестік арқасында тағы 17 мектеп салынады. Құдай қаласа ол проблема шешіледі. Бірақ бүгінгі таңда біз қыркүйектегі 5300 бала бір мектепте оқыған проблеманы көрдік қой. Ол не проблема? Ол қоғамдық бақылаудың болмағанының проблемасы. Ол тұрғын үйге жерді берген кезде біздің бұған дейінгі сол жерді берген мемлекеттік қызметкерлердің азаматтық және әлеуметтік жауапкершілігінің болмағандығыны. Өйткені мен кешегі мектеп директоры ретінде айтайын, 5300 баланы бір мектепке 1.90 өткеннен кейін ол мектептің сапасы да болмайды. Ол мектептен енді өздеріңіз ойлаңыздар, баланың библиотекаға баруы бар, үйірмемен айналысуы бар, енді ол өзінің кәдімгі досуғы бар ғой сол мектептің ішінде. Соның барлық процесі бұзылды деген сөз. Енді Зұлпарға, сіз өзіңіз Астана қалалық қоғамдық кеңесін басқарасыз, енді осындай мәселелерде әкімдік қаншалықты, мысалға сіздердің бір қараған мәселелеріңізге қаншалықты тұшымды жауап береді? Болмаса шешіледі мәселелеріңіз? Бұл қарапайым, бұл шешіледі. Біріншіден, кез келген қаланың өзінің бас жоспары болады, генеральный план деген бар. Осы Астана қаласының бас жоспарын 2030 жылға дейінгісін біз 35 жылға дейінгісін қарадық. Және оларға өзіміздің ұсыныстарымызды бердік. Жаңағы Жұлдыз ханым айтқан мәселелер бар. Өйткені біз кейде осы үйлерді салған кезде жаңағы нормативтен ауытқып кеткен жағдайларымыз болды. Мысалға, бұрынғы кеңестік жүйеде болсын, көптеген мына ТМД елдерінде бұл норма әлі сақталады. Жалпы мына жайлы мектеп деген қайдан шықты? Бұл мына Ресейдің тәжірибесінен, бұл Москваның тәжірибесінен алынған. Да, бұл қазір Москва сияқты үлкен мегаполистерде, Алматы, Астана, Шымкент мегаполистерде жайлы мектеп өзін дәлелдей алады. Өйткені бұл жерде халықтың тығыз орналасқан, сосын тағы да бұл жерлерде барлық мүмкіндіктер бар. Өйткені бұны саламыз ғой, оның екінші жағы бар. Оны ұстап тұру. Бұл да үлкен мәселе. Мысалға, қазір осы жайлы мектепті сол шалғайды бір ауылға салатын болсақ, ол жерде біз бірінші салған кезде мүмкін оны коммуникациясын бәрін тартамыз, ол жерде бәрі болуы да мүмкін. Ал екінші кезек, тағы да айтам, оны ұстап тұру мәселесі болады. Сол себептен де бұл Астанада жаңа Жұлдыз ханым өте статистиканы нақты және дәйекті жеткізді. Бізде қазір жайлы мектеп салынайын деп жатыр. Бірақ осы мәселеде біз өткені қоғамдық кеңес өкілдері осы мына салынып жатқан мына микро мөлтек аудан деп жүрміз ғой қазір. Сол мөлтек аудандарда осы халықтың санын ескере отырып, осы комфортный жайлы мектептер сол жерлерге салу керектігін ұсынды. Мысалы, қарапайым нәрсе айтайық. Осы мына Абай Уалихан көшесінде ары қарай неге кетеді, ол Кенесары көшесімен ары қарай жалғасып кетеді. Сол жерде бір кішкентай ғана шағын мектеп бар. Иә, ол кішкентай ғана 600 мектеп, бірақ ол жерде одан 2 есе көп бала оқиды. Сол мөлтек ауданның тұрғындары бізге қоғамдық кеңеске келіп өздерінің уәждерін айтқаннан кейін, қазір мына Егеменді Қазақстан көшесінің бойында қазір сол жерде біздің ұсынысымызбен қоғамдық кеңестің, тағы да айтамын, қоғамдық кеңестің ұсынысымен сол жерде үлкен осы жаңағы айтқан жайлы мектептің біреуі сол жерде салынады. Бұл бір. Екінші, қоғамдық кеңестерінде қазір бізде де осы нормалар бар. Бақылау, қоғамдық тыңдау және сараптама жасау, бұл да бар. Біз тағы да бір неткенбіз, осы мектептердің жаңа оқу жылына дайындық қандай деген мәселені көтеріп, біз мына құрылыс салынып жатқан және пристройка қазақша қосымша ғимараттар салынып, жапсарлас құрылыстар салынып жатыр. Солар қалай жүріп жатыр екен, сонда біз мониторинг жасадық. Нәтижесінде біз берген ұсыныстардың көбі мына жергілікті атқарушы билік жағынан қабылданып, кейде былай болады, мектеп салады, бірақ сол балалар баратын жол жоқ. Соны айтсаң айтады, ол біздің құзырымызда емес дейді. Иә, құрылыс компаниясы айтады, біз салдық, енді ары қарай оны басқа мекеме жүргізу керек дейді. Біз
үш мектепті салынып жатқан, жаңадан салынған осы биылғы берілетін үшеуіне де осы мәселені айттық. Үшеуі де Есіл ауданында. Нәтижесінде 1 сентябрьде балалар қап-қара асфальтпен, әп-әдемі тротуармен сол мектепке барды. Яғни бұдан шығатын қорытынды мораль қандай? Қоғамдық кеңестер олар өзінің миссиясын лайықты түрде атқарып отыр. Және осы қаланың дамуына, ол жаңағы мектептердің қай жерде салынуына бізде өзіміздің ықпалымызды жүргізіп отырмыз. Енді былай ғой, тамақ пісті, қасықты өзің әкел деген секілді ғой. Иә, менде қасық жоқ, өзің жейтін болсаң қасығыңды әкел деген секілді. Енді бір сұрақ, біз мына онлайн петиция, жалпы петиция туралы уақытымыз аз қалып отыр қазір, сондықтан да кішкене тездетіп сөйлеуге тура келіп отыр. Заң бойынша петицияға қол қоюшылардың саны 50 мыңнан асқан жағдайда мәселе үкімет деңгейінде қаралады деген талап бар, иә. Осы орайда белгілі бір шектеулер бар ма? Яғни мысалға петицияның маңызына мән беріле ме? Ол қандай ауқымда? Және белгілі бір нормалардан ауытқыған петициялар қалай қарастырылады? Негізінде петиция міндетті түрде қарау керек, және оның қолдайтын дауыстарының шекті мәні нақты айқындалды заңда. Мысалы, аудандық деңгейде ауданның әкімдері қарау үшін халқы 50 мыңнан асатын аудан болатын болса, оның 2,5 мың дауыс жинауы тиіс. Сонымен қатар халық санының кемінде бұл 5%-ын құрау керек. Ал енді аудандық деңгейде маслихат қарайтын мәселе болса, халқы 50 мың, ол 5 мыңға жуық дауыс жинау керек, және бұл сол халықтың 10%-ын құрауы қажет. Енді облыстық деңгейде мысалы әкімдіктер қарайтын, ол сол облыстың бүкіл аумағындағы тұрғындардың 1%-ын құрау керек. Облыстық деңгейдегі маслихат қарайтын, бұл сол облыстық әкімшілік бірліктің тұрғындарының 2%-ын құрауы қажет. Енді нақты тақырыптар белгіленді. Мысалы, еліміздің қауіпсіздігіне байланысты конституциясы, конституциялық құрылымы, соған қайшы келетін тақырыптар нақты белгіленген. Сол тақырыптар міндетті түрде қарастырылмайды. Бұдан кейін енді бізде Бундестагта мысалы бұны парламент қарайды деген дүниелер болды. Үкімет не үшін? Біз көп талқыладық. Жалпы ел өңірлерде халықпен кездескен кезде, қоғамдық кеңестердің өкілдерімен кездескен кезде бүгінгі таңда үкіметтің ашықтығын қамтамасыз ету үшін бірінші деңгейдегі қадам осы петициялар үкімет қарау қажет деді. Біріншіден бұл біздің мемлекеттік басқару моделіне байланысты, өйткені құзыреттің барлығы шешім қабылдау, сосын барып сол шешімнің сапалы тиімді жүзеге асырылуы, тіпті республикалық бюджет барлығы бұл үкіметтің құзырында. Соған қатысты үкімет қарауға шешім қабылданды. Енді шынайылығын қалай тексеріледі дауыстардың жиналған? Шынымен мысалға 50 мың дауыс жиналды ма, жиналған жоқ? Оған арнайы платформасы болады, бұған арнайы комитеті болады. Бұл кәдімгі бірінші тіркелген күннен бастап күні белгіленеді. Ал басында үкіметтен келген нұсқасында ол 150 адам қол қою керек болған. Қағаздық ұмытпасам неде 20 күннің ішінде, ал онлайнда 10 күннің ішінде. Біз 150 адам емес 50 адамға дейін санын қысқарттық. Бұл содан кейінгі дауыс жинауы және сол өңірге байланыстысын, бұл әрине атқарушы орталық мемлекеттік орган, сол органның аясында қарастырылады. Енді ортақ сұрақ, үш спикер өздеріңізге. Мысалы, петиция үкімет деңгейінде 50 мыңнан астам қол жинап, үкімет деңгейінде қаралды. Мысалға, АЭС салу, мысалға бір қала әкімінің орнынан алып тастау, себебі қала халқы ол әкімді қабылдай алмайды. Ондай мәселелер көтеріліп жатыр ғой, атын айтпай ақ қояйық. Мақсатымыз атын айту емес. Петиция үкіметтен мардымды жауап ала алмаған жағдайда қандай шаралар жүзеге асырылады? Бұл енді мынау халық толқып кетпей ме? Біздің көтерген мәселеміз шешілген жоқ деген жауапқа сіздер неде жауап бересіздер? Біріншіден, жалпы әкімді алып тастау және әкімнің мәселесі бұл петициялардың тақырыбы емес. Бұл әкімшілік және атқару кодексте нақты белгіленген. Бұдан кейін жалпы петицияларды АЭС-ке қатысты бұл референдумның сұрағы, бұны да нақты айту керек. Бірақ одан басқа, мысалы бізде енді үлкен мәселелер бар ғой, оқулықтарға байланысты. Жалпы ұлттық дейсіз ғой. Жалпы солған қатысты мәселелер қарастырылады, ол үкіметтің деңгейінде қарастырылады. Жалпы оған кәдімгі уәжді сұрақ болады. Сосын петицияны қарайтын комиссия құрылады. Комиссияның қатарына парламент, маслихат депутаттары кіреді, үкіметтің мүшелерімен. Сондықтан да бұл жерде сондай бір толқылу болады деп ойламаймын. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, әуе толқынына қоса қойсақ. Қайырлы кеш.
Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, өзіңіз таныстырып, сауалыңызды жолдасаңыз. Оралбай Бердан, Қоянды ауылдың Наркесінен. Тыңдап Мен отырмыз. сұрағым қауымдастық жайында сұрайын деп едім. Мынау қауымдастықты жаңа әкім сайланды көктемде, бірақ қауымдастық сол ескі адамдар қалды, шалдар. Енді ол әкімнің сөзін сөйлейтін өзінің жағына жақындарын ғана тартып алады да қалған адамдарды сайлауға кіргізбей қойды. Қандай қауымдастық? Жұмыс істеймін деген адамдар, Қоянды ауылы мысалы. Енді осы қауымдастықта қолмен мектепке шақырып алып, халықты қолмен көтеріп қана сайлай салды, өтірік санай салды. Осының тетігі бар ма дұрыс сайлайтын? Немесе осы қауымдастықтың 50%-ның көбі дауыс беріп, осы әкім жұмыс істемей жатыр деп орнынан алып тастайтын тесіктер бар ма? Болмаса қауымдастықтың қаншалықты заңды рөлі бар? Оралбай мырза, Қоянды ауыл, енді ауыл сайлады ғой бұл жердің әкімі. Зұлпықар аға, сіздің жауабыңыз дайын секілді. Жоқ, мен бұл жерде мәжілістің қабырғасында бұндай талай мәселе талқыланып жатыр. Жұлдыз ханым жауап берсе дұрыс болар еді деп ойлаймын. Бұл жерде Жұлдыз ханым қауымдастық жергілікті атқарушы билік органы, жергілікті атқарушы билік органына байланысты бізде заң келген, қоғамдық кеңестер бойынша, маслихаттар бойынша біз оны қайтадан үкімет өзі қайтардық. Себебі ол жерде маслихат пен сол осы қоғамдық кеңестердің арасындағы белгілі бір түйткілді және конфликтті мәселелер орын алмас үшін. Енді мынау егер ауыл болса және ауылдың әкімі сайланса, менің ойымша алғашқы бірінші, екінші сайлау кезінде осындай келеңсіз оқиғалар орын алады, трайбализмге қатысты басқа. Бірақ қоғамдық бақылау, қоғамдық мониторинг, қоғамдық сараптама, енді қоғамдық тыңдау өткізе алады. Сол қоғамдық тыңдаулар негізінде бюджеттің орындалуы, көптеген мәселелердің шешілмей жатқандығын көрсете алады. Соның арқасында енді сол Қоянды ауылы ол белгілі бір ауданға қарайды, сосын барып қалаға қарайды, облысқа қарайды. Соның негізінде құзыретті органдар өзінің шешімін шығара алады. Енді қоғамдық бақылау туралы заң, қоғамдық бақылауға қатысты субъектілер беріп, қоғамдық бақылау объектілер дұрыс жауап бере алмайтын болса, онда әкімшілік сотқа жүгіне алады. Әкімшілік сотта бұл мәселелер қарастырыла алады. Соған байланысты менің ойымша заңды күту керек 6 айдан кейін, және Қояндыдағы енді ол нақты бюджет па, жол ма, әлеуметтік мәселе ма, әлде азаматтар экономикалық жұмыссыздық мәселесі ма, соны нақты айту керек. Сол тақырыпқа байланысты жаңағы бұл жердегі қоғамдық қауымдастықтағы адамдардың бәрі әкімдікпен ауыз жаласқан адамдар деген мәселені айтып отыр. Біздің мәселеміз шешілмейді. Енді біз бір проблеманы көтереміз, одан ары қарай әкімге өтпейді деген мәселе. Диалог пен саяси мәдениеттің мәселесі. Әкім өзінің қасына бүгін осы адамдарды қоюы мүмкін. Бірақ ертең әкімнің уақыты біткеннен кейін, мерзім біткеннен кейін екінші сайлауға түседі ғой. Енді ол азаматтарды қайтадан қоя алмайды ғой. Ең бірінші сайлаудың ашықтығы және сайлаудың әділдігі. Соны жүзеге асыратындай тетіктер бар ғой, енді оны халық болып бірлесіп қарастыру керек қой. Мен осы жерде қосып жіберейін, Жұлдыз ханым, өте дұрыс айтады. Бізде ана сайлау туралы заңда қазір ол депутаттар мысалы өзінің сайлаушылардың алдындағы негізгі міндеттерін орындамаған жағдайда сайлаушылар электорат екеуі бірдей ғой, соны қайтарып алу, кері шақырып алу құқығы берілген халыққа. Мандатты округтан. Мына әкімдерде де дәл солай. Егер ол өзінің негізгі қызметінде құзыретін дұрыс жүзеге асырмаған жағдайда, ол міндетті түрде сенім мандатынан айырылады дейсіз халық. Енді мен бір нәрсені жаңа уақыт шектеулі болып тұр ғой, бір нәрсені атап өткім келеді. Бұл заңның аясында біз ұзақ күрескен бір норма болды. Бұл әскери кадет корпустары, әскери қызметшілер, борышын өтеушілерге жалпы қоғамдық бақылау енгізу. Басында қорғаныс министрлігі болған өте қарсылық танытты, өйткені режимді объектілер, бұл қорғаныс стратегиялық объектілер. Бірақ дәл осы заң талқылану үстінде бізде резонансты көп мәселелер болды. Дін аман әскерге барып, сол жақтан жаңағыдай ауру болған, тағы да басқа. Енді мен өзім ана ретінде, әйел ретінде аналардың, әйелдердің көптеген бізге келіп түскен өтініштері, шағымдары, көз жасын көргеннен кейін біз дегенмен осы норманың қабылдануына атсалыстық. Қазіргі таңда қабылданған заңда әскери қызметшілер, сонымен қатар әскери борышын өтеушілерге олардың тұрмыс жағдайын көру үшін
туған ата-анасы және өте жақын туысқандары барып қоғамдық бақылау енгізе алады. Яғни қол жеткіздіңіздер. Бұл да мәжіліс депутаттарының, оның ішінде Жаңбыршин, Мұсабаев және біздің кәдімгі бір күрескерлік, қайраткерлігіміздің арқасында қабылданған норма деп атап өткіміз келеді. Жақсы. Сайра ханым, Сайра айтыңызда. Мен де сөйлей кетейін. Расында да осы заң енді бәрімізді қуантып жатыр. Бірінші рет қоғамдық бақылаудың заңды, ашық, ерікті, тәуелсіз екендігін көрсетіп жатыр. Жаңа Жұлдыз ханым көп айтып кетті. Мынау жер қойнауын пайдаланып, сосын оны пайдаланғаннан кейін тастап кетіп жатқан қаншама компаниялар бар. Бас аяғын таба алмай, бүкіл Қазақстан бойынша жер шұрық болып қалып жатыр. Онымен қоса жаңа айтып кеттік қой, әлгі квази мемлекеттік сектор деп Самұрық қазына жайлы мектептерді салып жатыр. Енді бүкіл Қазақстан бойынша 25 жылға дейін 400 мектепте салынады. Оның ішінде біздің экономикамызды дамыту үшін салық мысалы түсу керек. Ал қазір Самұрық қазынаның ешқандай қызығушылығы жоқ. Ол жерге жергілікті компаниялардың мысалы құрылыс материалдарын немесе жиһаздарын, басқа да құралдарды қоюға. Оның өзі де үлкен бір әңгіме болып тұр. Сондықтан да осы қоғамдық бақылау нақты осы уақытылы қабылданып отырған деп мен өзім. Яғни бұл реттеуші ғой, реттеуші. Әрине, бұл 6 айдың ішінде көптеген сұрақтар болуы мүмкін. Себебі жаңа айтып жаттық, қайда қаражат десек жарайды, ол қаражатты ойластыра жатармыз. Бірақ та әрбір жеке тұлға өзінің сұрағы көтеру үшін оның механизмін қалай, жаңа ғана қояндадан сұрақ түсіп жатыр ғой. Әрбір әкімшілік өзінің қасына өзінің адамдарын жинап алады да әр әңгімесін шеше береді деп. Сондай әңгімелердің болмасы үшін әлі де бұл заңның айналасында біраз жұмыс істеу керек сияқты. Жаңағы подзаконный акты деп отырмыз. Сол кезде халықпен жерде әлі жұмыс істеп жалғастыруын іздеуіміз керек сияқты. Басты заң шықты, енді оны толықтыру, өзгерту. Бұл заңның керегі, қажеттігі әрине. Бірақ та әрі көкейкесті сұрақтар бар сияқты. Енді бұл жаңа Қазақстанда бір прогрессивті заң деп білуіміз қажет. Өте тамаша. Мемлекетпен билікпен халықтың арасындағы мысалы диалогты, саяси мәдениетті қалыптастыру үшін алғашқы қадам жасалып отыр, заң осылай қабылданып отыр. Дұрыс, конструктивті диалог болмаған жерде ол үлкен қауыс болады. Мысалға жаңа біз айтып отырған петиция мәселелерінде біз бірінші рет осы заң арқылы солардың бәрін бір реттедік. Ол қалай болу керек? Бұған дейін білеміз ғой, ана мәселе болса да кешіріңіздер, бізде 40 секунд уақыт бар. Сол себептен де бұл заң қабылданды. Осы заң біздің азаматтарымыздың белсенділігін оятып және елдік санаға көтереді деп мен жақсы. Рахмет. Бүгінгі талқылауға қатысқандарыңызға көп рахмет. Ой түйінен ой түйе жүрейік, тыңдаушы. Рахмет. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар.